Баршаңызға ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Және де бүгін сіздерге осындай өте дәмді, ауызда еритін құлпынай қосылған творожный пирогтың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді бастаймыз. Ол үшін бізге 250 грамм ұн керек, 80 грамм қант керек, 45 граммдай айран керек, 1 жұмыртқа, 80 граммдай суық сары май, разрыхлитель. Енді ұнымызға разрыхлительді, қантты, сары майды қосып, жақсылап қолымызбен ұнтақтап аламыз. Достар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін подписка жасап, қоңырауды басып қойыңыздар. Міне осылай қолымызбен жақсылап араластырып болған соң, 1 жұмыртқамызды және де айранды қосып, ең алдымен қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Қасықпен араластырып болған соң, қолымызбен иін қандырып, қамырды жақсылап илейміз. Міне бізде осындай жұмсақ, эластичный қамыр болып шығады. Илеп алғаннан кейін қамырымызды пищевой пленкаға орап, холодильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Енді салмасын жасаймыз. Ол үшін бізге 400 грамм ірімшік, 100 грамм қант, 3 жұмыртқа қажет. Ірімшікке қантты қосып, вилкамен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Салмасына менде магазиннің ірімшігі, сіздерде қолдың ірімшігі болса бола береді. Енді 3 жұмыртқамызды қосып, жақсылап тұрып блендермен ұрып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын, міне осындай консистенция болып шығады. Жарты сағаттан соң қамырымызды алып, дастарханға кішкене ұнымызды сеуіп, қамырымызды топ-томалақ етіп жайып шығамыз. Керегінше тағы да ұн себеміз. Ұнды көп сеппеңіздер, өйткені қамыр өзінің жұмсақтығын жоғалтып алады. Неғұрлым қамырымыз жұмсақ болса, соғұрлым ол піскен кезде өте нәзік, жұмсақ болады. Міне қамырымызды жайып болған соң, осылай 3 бұрышты етіп, жинап, осындай формамызға саламыз. Мен 26 диаметрлік форманы пайдаландым. Енді формаға қамырымызды жақсылап тұрып, осылай әдемілеп жайып шығамыз. Жайып алған соң, мен осындай пышақпен жан-жағын керек емес қамырдың барлығын алып тастаймын. Міне осындай аккуратный болады. Енді салмамызды құямыз. Мен салмасына құлпынай қостым. Сіздер таңқурай және де басқа да жеміс-жидектер салсаңыздар болады. Енді осы пирогымызды 180 градуста 25-30 минуттай пісіреміз. Піскен пирогымызды 1,5 сағаттай суытып, холодильникке салып қоямыз. Міне осындай өте дәмді, өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.